Бүгін біздер 10 минутта дрожжсыз осындай жұп-жұмсақ үлпілдек бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге айран қажет болады. Айранға сода салып араластырамыз. Сода мен айран реакцияға түседі және де көпіреді. Содан айранға салғаннан кейін бауырсақтан соданың дәмі шықпайды, уайымдамасаңыздар болады. Енді жұмыртқа саламыз, қант саламыз, тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Егер бауырсақтың тәтті болғанын қаласаңыздар, қантты көбірек салсаңыздар болады. Сұйық май құямыз 3 ас қасық және де араластырамыз. Енді жай-жаймен ұнымызды салып, жұмсақ қылып, қамыр басатын боламыз. Аздап сұйық май құямыз және де 5 минутқа тынықтырып қоямыз. Міне, енді ұнның көмегімен біздер жаңағы қамырымызды илейтін боламыз. Жұп-жұмсақ қамыр шығады бізде. Осылай жұқалап илейміз және осындай кружкалардың көмегімен дөңгелек форма жасайтын боламыз. Қалғанынан осындай төртбұрышты бауырсақ жасап тастадым. Осындай жұқа болып шығады. Енді мұны қызып тұрған майға қорып алатын боламыз. Осылай даже дрожжбен бұлай көтерілмейді. Кейбір уақытта дрожжбен пісірген бауырсақтан өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, достарыңызға жіберіңіздер. Қазақша контенттің дамуы үшін міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Және менің арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны менің тек қана оқырмандарым көре алады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төменге түссеңіздер, сізге мастер-класс ашылады. Сәттілік!